Сәлем достар, бүгінгі біздің тақырып анатомияға кіріспе. Жалпы анатомия деген сөздің өзі грек тілінен аударғанда ана дегеніміз төменнен жоғары, томос деген кесу деген мағынаны білдіреді. Жалпы төменнен жоғары кесемін деген сөз. Анатомия дегеніміз бұл жалпы адам денесінің пішінін, құрылысын, атқаратын қызметі, қоршаған ортаға байланысты дамуын зерттейтін ғылым. Анатомияның бірнеше салалары бар. Олар филогенез, антропогенез және онтогенез. Филогенез дегеніміз жануарлар мен адам организмдегі құрылыстарды салыстыра отырып зерттейді. Неге? Өйткені жануарлар мен адам организм бір-біріне ұқсас болғандықтан, оларды салыстырып отырып зерттейтін ғылымды осы филогенез деп атаймыз. Енді екінші антропогенез. Антропогенез дегеніміз қоғамның дамуына байланысты адамзаттың қалыптасуы. Жалпы адам келген кезде Чарльз Дарвиннің тұжырымдамасы бойынша адамдар маймылдан жаратылған деген осындай, олар адамдардың шығу тегін, жалпы түрлерін, биологиялық түрлерін зерттейтін осы антропогенез ғылымы болып табылады. Үшінші онтогенез ғылымы. Онтогенез деп отырғанымыз бұл жеке даму үрдісі. Яғни адам туылғаннан бастап, өмірге шыр етіп дүниеге келгеннен бастап, оның осы өмірден өткенге дейінгі аралықты кезеңді зерттейтін ғылым бұл онтогенез деп аталынады. Оның үш түрі бар. Олар бірінші эмбриогенез, екінші постэмбриональды кезең, үшіншісі геронтология ғылым болып табылады. Бірінші эмбриогенез деп отырғанымыз, яғни бала жатырға түскеннен, ұрықтанғаннан кейін жатырдағы кезеңді біз эмбриогенез деп атаймыз. Екіншісі постэмбриональдық кезең. Постэмбриональдық кезең деп отырғанымыз бұл жатырдан тыс, яғни бала туылғаннан кейінгі сол аралықтағы өмір сүру кезеңін айтамыз. Жалпы сол аралықтағы даму үрдісін айтамыз. Үшінші геронтология. Геронтология деп отырғанымыз бұл қартаю деген мағынаны білдіреді. Жалпы ол геронтология ғылымы қарттықты, қартаюды зерттейтін ғылым болып табылады. Адам денесі зерттеу қиындық тудырғандықтан анатомия бірнеше жүйелерге бөлінеді. Олар бірінші жүйелік анатомия, топографиялық, динамикалық, пластикалық, рентгендік, микроскопиялық және салыстырмалы анатомия болып бөлінеді. Бірінші жүйелік анатомия өзі аты айтып тұрғандай жүйелер бойынша, мысалға ас қорыту жүйесі, тыныс алу жүйесі, зәр шығару жүйесі, орталық жүйке жүйесі, жүрек қан тамыр жүйесі және жыныс жүйелері бойынша осындағы өзгерістерді зерттейтін ғылым бұл жүйелік анатомия болып табылады. Енді екінші топографиялық анатомия. Топографиялық анатомия деп отырғанымыз ағзалардың кеңістіктегі ара қатынасын қарастырады. Яғни ол деп отырғанымыз хирургия саласында өте маңызы зор топографиялық анатомияның. Неге? Өйткені адам организмдегі белгілі бір орган, мүше сол қай аймақта, нақты қай аймақта, қай жерде орналасқанын нақты анықтап беретін осы топографиялық анатомия болып табылады. Үшінші динамикалық анатомия. Динамикалық анатомия деп отырғанымыз бұл тірек қимыл аппаратының функционалды анатомиясы болып табылады. Динамикалық анатомия бұл спорт, еңбек түрлеріне қатысты дене қозғалысын зерттеп, сол қозғалыстарға қатысты организмдегі болатын анатомиялық өзгерістерді зерттейді. Келесі пластикалық анатомия. Пластикалық анатомия деп отырғанымыз бұл яғни адам организмінің тыныштық және қозғалыс кезіндегі өзгерістерді анықтайды. Ол қалай? Мысалға адамға пішін беретін бұлар тірек қимылдар, яғни органдар. Бұл сонымен қатар сүйектер және де бұлшық еттер, байламдар, тері, қан тамырлар, осылардың барлығы пластикалық анатомияда, яғни тыныштық және солардың қозғалыс кезіндегі өзгерістерді анықтайтын осы пластикалық анатомия болып табылады. Келесі рентгендік анатомия. Рентгендік анатомия деп отырғанымыз бұл жалпы рентгенология ғылымының дамуына байланысты сол рентгенге түсірген кезде адам организмдегі болатын өзгерістерді осы рентгендік анатомия деп атаймыз.
Келесі микроскопиялық анатомия. Микроскопиялық анатомия деп отырғанымыз қазіргі кезде микроскоптың дамуына байланысты пайда болған, яғни ұсақ жасушалық тіндік деңгейде көретін өзгерістерді жалпы біз микроскопиялық анатомия деп атаймыз. Оның ішіне, яғни жататындар цитология, гистология ғылымы. Цитология деп отырғанымыз бұл жасушаларды зерттейтін ғылымды айтамыз. Гистология деп отырғанымыз тіндерді зерттейтін ғылымды айтамыз. Келесі салыстырмалы анатомия. Салыстырмалы анатомия деп отырғанымыз организмдердің бір-біріне ұқсастығын зерттейтін, айырмашылықтарын, ұқсастығын зерттейтін ғылымды айтамыз. Салыстырмалы анатомия деп отырғанымыз мысалға организмдер жүйелерді айттық қой. Мысалы ас қорыту жүйесі және жүрек қан тамыр жүйесін алайық. Ас қорыту жүйесі мен жүрек қан тамыр жүйесінің олардың құрылымдық өзгерістері мен және де олардың атқаратын қызметтеріндегі бір-біріне деген айырмашылықтарын, ерекшеліктерін, ұқсастықтарын осы салыстыра отырып зерттейтін ғылымды салыстырмалы анатомия деп атаймыз. Осымен анатомияға кіріспе сабағымыз аяқталды. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.